Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге рогалики әзірлейтін боламыз. Ол үшін жылы суға 1,5 ас қасық аштығын саламыз. Және де 2-3 ас қасық қант қосамыз. Және де жарты қасық тұзды қосып араластыратын боламыз. Мінекей осылайша жақсылап араластырып, бетін пищевой пленкамен 10-15 минутқа жауып қойып қоямыз. Мінекей біздің аштығымыз дайын болды. Енді ұнға 2 жұмыртқа салып, аштығымызды құйып, және де сұйық майымызды құйып, қантымызды салып, ванилин қосып, жылы сүтімізді құйып араластыратын боламыз. Мінекей осылайша жақсылап араластырып, және де қамырымызды илеп 1 сағатқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз ашыды. Оған кіттай сұйық май құйып, қайтара бастырып, тағы да 20-25 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің рогаликіміз жұмсақ әрі көтеріліп пісетін болады. Мінекей енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша бөліктерге бөліп, оны оқтаумен жазып, рогаликидің формасында кесіп аламыз да, оны осындай арнайы профильге салатын боламыз. Астына пергамент қағазын қоямыз жабыспас үшін. Мінекей осылайша бәрін қойып шығамыз. Келесі қамырымызды дәл осылай етіп қайталап жасаймыз. Мінекей. Және де мен рогаликидің бетін тағы да жауып қоям, бір 10-15 минутқа көтерілсін деп. Қалған бөліктерінде сіздер осылай жасап, кесіп, тағы да оның бетін жауып қоюларыңызға болады. Столдың бетіне дайындап, осылайша. Бұны біз рогаликиді духовкаде 180 градуста пісіретін боламыз. Мінекей біздің рогаликіміз 10-15 минут тұрды. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Өйткені рогалики жылтырап, қызарып пісіру үшін осылай жұмыртқаның сарысын жағамыз. Оны барлығымыз да білеміз, әрине. Одан кейін өздеріңіздің қалауларың бойынша кунжут немесе мак немесе ештеңе жақпай-ақ пісіруге болады. Ал мен бұл жолы мак қостым бетіне. Мінекей біздің рогаликіміз дайын. Өте жұмсақ, сондай қызарып, әдемі болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына кепілдік беремін. Сіздермен болам Бекзат. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, жазылып кетіңіздер.